Құрқылтайдың ұясымен қалай ем жасайды? Ерлі-зайыптылар ең алғаш отауға кіргенде күтінбесе отау жел деген пайда болады. Ол жас жұбайлардың балалы болуына үлкен кедергі. Себебі соны бедеулікке соқтыруы мүмкін. Мұндайда отау желді еш дәрі де дұға да қуа алмайды. Ол желді тек құрқылтай деген құстың ұясының түтіні ғана қуады. Бұл құстың ұясы өте қасиетті. Сондықтан ұяны аларда Алладан рұқсат сұрап, жалынып-жалбарынып, ақтық садақаны беріп барып алуың қажет. Ол құс ұясын тоғайлы жерде талдың басында салады. Адамның ұрық үйіп қолғап тоқығаны секілді ерекше ұяны алғаш көрген кісі таң-тамаша болуы мүмкін. Бір ұяны 3 кісіге қолдануға болады. Қолдану тәртібі мынадай. Әйел адамға ұяның 1/3 кесіп алып, түбекке салады. Түбек яғни кесе, сыны сияқты затқа салып, мақта секілді сәл-пәл түтіп жіберу керек. Сонан соң бір ұшын түтетіп, лықсытып жағу керек. Лаулап жануға болмайды. Түтіндеп лықсып тұру керек. Әбден түтіндеген кезде әйелді сол түтіннің үстіне дәретке отырғызған секілді отырғызып, айналасын белінен төмен жақтарын түгел жақсылап, қымтап 20 минуттай отырғызып қою керек. Сонан соң жылы киініп 2 сағат терлеуі қажет. Яғни қалың көрпенің астында жатса да болады. Лажы болса ыстық сорпа ішіп, ауыр нәрсе көтермей 3-4 күн күтінуі тиіс. Суық су ішуге, суық суға жуынуға мүлдем болмайды. Суық суда ыдыста жууға болмайды. Ерлі-зайыптыларға 3 күнге дейін жақындасуға болмайды. Ал ер адамға жерді кішкене ойып, шұңқыр жасап, немесе табаға ұяны түтіндетіп, ер кісіні тізерлетіп отырғызады. Қалған тәртібі дәл әйелдегідей. Сонда отау жел кетіп, ерлі-зайыптылар көп ұзамай перзентті болады. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Тезірек сәбилі болуды Алла нәсіп етсін.